Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып past continuous, созылмалы өткен шақ деп аударылады. Қай кезде қолданамыз? Ол үшін мына сұраққа жауап берейік. Мен не істеп жаттым? Мысалы, мен сағат 3-те кітап оқып жаттым. Сен ойнап жаттың. Ол қыз сөйлеп жатты. Яғни байқап тұрсаңыздар, іс-әрекет белгілі бір уақытқа созылып тұр. Енді бұны ағылшын тілінде қалай айтамыз? Ол үшін әдеттегідей есімдіктерімізді жазамыз. Және формуласы plus was were plus verb ing. Бізде was were қай жерде қалай қолданылатын өткен сабақтарда өткенбіз. Және етістікке ing жалғайтын боламыз. Енді сөйлемді аударайық. I was reading a book at 3 o'clock. You were playing. She was speaking. Яғни жоғарыдағы аталған сөйлемдерді аудардық. Жалпы істеп жаттым деген мағынаны білдіреді. Енді біз сөйлемнің болымсыз түріне келейік. Ол үшін біз көбек жетістіктерден соң not жалғаймыз. Сонда бізде I was not reading a book at 3 o'clock. Мен сағат 3-те кітап оқып жатпадым. You were not playing. Сен ойнап жатпадың. She was not speaking. Ол қыз сөйлеп жатпады. Біз осымен болымсыз сөйлемді жасап біттік. Сұраулы сөйлемді жасау үшін біз көмекші жетістікті сөйлемнің алдына шығарамыз. Сонда бізде сұраулы сөйлем пайда болады. Сонда Was I reading a book at 3 o'clock? Мен сағат 3-те кітап оқып жаттым ба? Were you playing? Сен ойнап жаттың ба? Was she speaking? Ол қыз сөйлеп жатты ма? Сонымен келесі сөйлемдерді аударып көрейік. Сен кеше мектепке бара жаттың. Біз теледидар көріп жаттық. Ол бала ол кезде серуендеп жүрді. Сонымен біздегі бірінші сөйлем сен кеше мектепке бара жаттың. You were going to school yesterday. Біз теледидар көріп жаттық. We were watching TV. Ол бала ол кезде серуендеп жүрді. He was walking at the time. Енді келесі сөйлемдерді аударып көрейік. Мен үйге келе жатқанда, сен мектепке бара жаттың. Сен кітап оқып жатқанда, ол бала оқымады. Олар билеп жатқанда, мен билеген жоқпын. Байқап тұрсаңыздар, бастапқы сөйлемдерден күрделі. Сонымен, when кезде деген сөз. When I was coming home, you were going to school. Яғни сөйлемнің екі жағы да бізде continuous пен тұр. Ал екінші сөйлемнің бірінші бөлігі continuous, ал екінші бөлігі simple мен тұр. Яғни when you were reading a book, he didn't read. Үшінші сөйлемде де дәл солай. Сөйлемнің бірінші бастапқы бөлігі past continuous пен, ал екінші бөлігі past simple де тұр. Сонда when they were dancing, I didn't dance. Бұл жердегі when келе жатқанда, оқып жатқанда деген кездерде қолданылады. Сонымен past continuous'те сөйлемдер осылай жасалады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше goodbye.